Все, рахмет келгендеріңізге қуаныштымын. Бүгін сіздер мен біздер болып Қыртқан әңгіме жобасының YouTube-қа түсірілімінде жүрміз қазір. Көріп тұрсыздар, ерекшелік болсын деп кішкене мына жерде сіздер сөйлегенде сіздердің түрлеріңізді көрсетеміз. Телевизор, пожалуйста. Міне. Егер шоуымыз совсем хуйня болып бара жатса, уже поле чудес па бірдеңе көріп мына жерден. На всякий случай әке қойғам ғой. Мына комодты көтерген адамдарға бір шапалақ соға салыңыздаршы. Мына осының бәрін істеп жүрген Антон деген жаңағы жігіт қой. Антонға бір шапалақ соғып қойсаңыздар болады. Так, рахмет келгендеріңізге қуаныштымын. Мен танитындар бар ма? Шапалақ соқсыншы. Все, в целом абьюзға дайынсыңдар. Кім мені танымайды? Кім мені танымайды, білмейді. Ондайлар жоқ, иә? Все, в целом адекватный адамдар мені көреді, потом, то есть мені танымаса келмейді, то есть максимально адекватно. Руслан Тай аңсаған дегендер танымаса да жетіп келеді да. Мен танымайтын адамдармен араласқанын ұнатпаймын просто. Да, так, рахмет келгендеріңізге. Бүгін күндеріңіз қалай өтіп отыр? Бәрі жақсы ма сіздерде? Бүгін түсіндіріп айта кетейін, біз осы уақытқа дейін андай адамдармен сөйлескен кезде микрофон беретінбіз. Микрофон кішкене ыңғайсыз, то есть сенің мойныңа жүк арқалап жүреді да. Сол себепті бүгін біз микрофондар қойдық, бірақ сіздер спокойно былайна сөйлесе берсек болады. Главное, кішкене дауыстарыңыз қаттырақ сөйлесеңіздер, потому что бір-бірлеріңізді есту үшін хорошо, чтобы телевизордан тек қана түрлеріңізді қарап отырмай, дауыстарыңызды еститіндей еще. Содан кейін тағы да айта кететін маңызды дүниелер жоқ болды. Ең бастысы, еркін отырсаңыздар, потому что соңғы выпусктың монтажын қарадым, дым жоқ ана жерде. Білмеймін. Қазір көптеген қалаларды аралап жүрміз. Қазіргі өміріме ризамын. Бәрі жақсы. Енді сіздерге қойғым келетін сұрақ, сіздердің өмірлеріңізде не жаңалық, қандай өзіңіз риза болатындай дүние жасадыңыз, не болмаса бір дүние болды. Что қазір сіз өміріме ризамын дейтіндей. Кім айта алады? Смело қолдарыңыз көтерсеңіздер болады. Если что, оймен бөлісем дейтіндер. Кешіріңіздер, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай сіздердің? Қалдарыңыз жақсы ма? Есімдеріңіз кім болады? Жанель, Анель. Ақерке. Сіздерде бәрі нормально ма? Как будто андай бірдеңе бүлдірген адамдар секілді өтсіңдер да екен. Екеуің бір-біріне максимально жабысып алғансыңдар да. Бүйтіп бір-біріңе. Как будто кірген кезде адам түрлеріне қарап, біліңларда ұрлықшылар көп секілді, что-то бірімізден салынып отырайық деп. Максимально қысылып отырсыздар да, қай жақтан боласыздар? Тараздансыздар ма? Сіздер Таразда наоборот андай столды аяққа қойып отыр көрсеңдер ма? Ибать байқап жүріңдер деген секілді. Алматыда не істеп жүрсіздер? Достар. Мен сіздерге оралам қазір. Бұндайды жай жіберуге болмайды. Анель. Анель және де кешір. Ақерке. Жанель, Ақерке. Все, Ақерке. Айтшы. Мұнда не істеп жүрсіңдер? Қанша уақыт болды? 1 жыл болды. 1 жыл әлі ашылған жоқсыңдар ма? Алматыға үйренген жоқсыңдар ма? Неге бір-біріңе зар жатып отырсыңдар андай қысылып? Кішкене ары отырып, кім жалғыз келген жігіттер бар ма? Вот, міне, ортасына кіріп кетіңдерші. Чтоб бір-біріне алыстап, сепарация болсын бір-бірінен кішкене. Қалай таныстыңдар сіздер? Бірге оқисыздар ма? Қайда оқисыздар? Жеке-жеке өмір сүріп көруге талпынбадыңдар ма? Қайда оқыдыңыздар Таразда? Қандай мамандыққа оқыдыңыздар? Енді бухгалтер болып жұмыс істейсіздер. Банкта? Банкта кім? То есть бухгалтер болып, сендер біреуге зарплата беру керексіңдер, банкқа қазір не істейсіңдер? Кредит бересіңдер? Кредит харам деші. Қалжыңдай. Сізде кредит бар ма өзіңізде? Сізде кредит бар ма? Бар ма? Ал? Басқа фамилиямен алдым? Қалжыңдай. Сіздер банкта істейсіздер, екеулеріңізде кредит бересіздер. Мысалға бір лайфхактар бар ма, чтобы кредитті алуға болатындай. Даже если просрочка болсан, мысалға, черный спискта болсан, тағы да басқа. Ау? 3-5 жыл, чтобы база обновить етілу үшін ба? Все, жақсы. Брат, жаңа сен арт жақта отырдың, өзің жалғыз келдің ғой, е? Есімің кім? Едіге. Едіге кредитің бар ма?
Қай банкта? Каспийда. Сіздер қайда істейсіздер? Қай банк? Форте. Жанель, неге олай отырсың? Жоқ, сен нормально ма сенде бәрі? Жоқ, Жанельге қарайында қай банкта істейсің десем, Жанель былай отыр. Не есіңе түсіп кетті, просто мен сені түсініп тұрған жоқпын сен. Көзіме қарап отыр, Жанель. Менің бетімнен көзіңді алма. Хорошо? Все. Каспийда қанша кредитің бар? 3 миллион. Білет. Едіге концертте отырмай жұмыс істейші бар ма? Не үшін алдың 3 миллионды? Мен де негізі банкте істеймін, мен де кредит көремін. Сен өз-өзіңе кредит шығарып алдың ба? И по идее, даже если постройкада болсам да, кредит алатын лайфхак бар негізі. Вот. Мынау жұмыстарын білмейді. Конечно, бухгалтер. Қандай лайфхактар? Но самый простой вариант, саған даже если банк кредит бермесе, можешь попробовать МФО. Өйткені сен МФО кредит алсаң, ПКБ-да список кредит алдың, уақытында төледің. Но даже если МФО көмектеспей жатса, чтобы искусственно поднять свой рейтинг, сен кредит залог алсаң болады. Залогты любой адамға береді, главный залогын болса болды. Кредит алып жатқан адамда залогқа қоятын нәрсесі жоқ шығар. Сол үшін кредит алып жатқан шығар ол. Едіге. Так, ладно. Сен өзінде 3 миллион не кредит алдың? Ну, это бизнеста. Түріңе қарасам наеб өтеп тұрған сияқты. Давай, Едіге, давай концертте ашық сөйлесейік бір-бірімізбен. Бірімізді алдамайық, Едіге. Мамаңды жақсы көресің ба? А? Давай, Едіге, айта бай. Бірімізге қарап, сен күлсең көзің көрінбей қалады екен, Едіге. Бар ма? Едіге? Қайда кетті 3 миллион? Дос бала екеуміз бірге бизнес бастағанбыз. Қандай бизнес? Доставка еды. Ана этот бар ғой, манты, пельмен деген нәрселер бар ғой. Ода негізі бизнес ода действующий жүріп жатыр ода. Бірақ оның үшін не керек финансирование. Сондықтан бірге қосып та. Все, қазір жүргізіп жатсыңдар. Иә. Все, жақсы. Қошеметтерін соқып қойсаңдар болады арамызда. Все. Мен енді кішкене сіздермен сөйлесіп шөпіт етуім керек, потому что әңгімеміз жақсы жүру үшін, дұрыс па? Все. Кім әрине деген? Все, молодец. Ты со мной, да? Все, рахмет. Все, Жанель, я не отстану от тебя. Мен тағы да саған резко қара қалдым, сен көздерің қайда отыр? Былай отырсын. Сен мен бетінен көзіңді алма. Бүкіл концерт бойы қарап отырамын, хорошо? Вдруг қолтыққа түсіп кетсе, уже разговор будет по-другому. Все, так. Все, рахмет. Зарплата, бәрі ризасыздар ма, бәрі жақсы ма? Қайда тұрып отырсыздар? Ау? Жұмыс, мен білмеймін ғой жұмысың қай жердесің. Жанель. Бетке қара деген сайын ондай. Давай, подробней. Примерно қай жерде жұмысың? Апорт жақта. Апорт жақтан осы жаққа келіп отырсыздар ма? Рахмет сіздерге. Бүгінгі концертімізде жақсы демалып қайтасыздар деп ойлаймын, чтобы ертең мен сендерге барған кезде 2 миллион деп кредит спокойно беретіндей. Все, рахмет. Так, тағы да қалдарыңыз қалай? Бәрі жақсы ғой, бәрі жақсы. Түрлеріңізге бір қарап алайын қазір. Жігіттер күшті отырсыңдар екеуің. Любой момент шығып амп еткізетін секілді. Лишний раз бірдеңе айт осыдан тілеген дегендей. Ассалам, жігіттер танысайық. Есімдерің кім болады? Есімі Ерасыл. Ерасыл және? Ерсұлтан. Ерсұлтан. Екеуің қай жақтансыңдар? Семейден. Семейденсіңдер ме? Бәлі. Сендер үшін көшіп кеттім ғой мен кезінде. Неге жетіп келгенсіңдер бұнда? Жақсы, Семей, все, жақсы көремін сендерді. Семейдің жігіттері вообще қара, екеуің денелерің качок қой еще, е-о-мое. Қай, дайындалып жүрсіңдер ма? Тренировка жасап жүрсіңдер ма? Табиғат берген дене ма мынау? Қайда істейсіңдер? Неде істеймін, энергетикпін Семей қаласында. Аха. Уақытша жұмыс. Уақытша жұмыссыз, мынандай денемен болады саған. Уақытша жұмыссыз болуға. Бір қыздың басын айналдырып, кредит алып жүрсең де мынандай денемен.
Жанель отыр міне как раз көзге қарамайды. Так, неге жұмыссыз жүрсің? Неге жұмыс жоқ? Білмеймін. Кім біледі онда? Давай, брат, оған дейін жұмыссыз уақыт болғанға дейін сондай кез келген адамның өмірінде сондай период болады. Бір жұмыстан шығасың, жұмыс таба алмай, бірақ жүріп қаласың, жаңағы өмір деген секілді. Сен қазір семейде тұрасың, иә? Алматыға демалып келдің. Иә, жұмыстан шықпай тұрып, бұрынғы жұмыста не істеп жүр едің? Бұрынғы жұмыста мен повар болып істеген. Повар болдың. Ё-моё, сен вообще сексуальностың артып бара жатыр. Мен жігіт ретінде айтып жатқан жоқпын, в целом адамға адам ретінде, то есть сен поварсың. Уже мысалға сен үйленбегенсің әлі, иә? Қай жылғысың? 2001-сің, ё деген. Мен басқа өмір сүріп жатырмын да, просто андай. Сен 2001-сің, еще повар, то есть қандай тамақтар істей аласың, давай. Мына жерде батл. Жанель и сен. Плов жасаймын. Плов. Істей аласың ба плов, Жанель? Істей аласың. Болды демешпі. Менюда екі-ақ тамақ еді, бір адам. Донер и плов. Семейде басқа тамақ жемейді просто адамдар. Моцарелла гальбани апарғам, ешкім алмай қойды деген секілді. Давай. Борщ жасаймын. Борщ. Бір адам қандай столовкада жұмыс істеді ме? Жоқ па, андай бір баланез деген секілді жоқ па онда? Мен столовкада жұмыс істеймін. А, да? Тағы да не істей аласың онда? Манты. Борщ, манты. Да, бля. А сен басың бос па? Да. Тамақ істеуге желание бар ма? Мысалға, күнде тамақ істеген келмейді, жұмыстан келесің, кредит беріп келесің адамдарға, еще келіп үйге тамақ істеу керек. Ойлашы, сол кезде жұмыссыз, үйде денесі бар, қолында борщ. Бірақ сенің миында едіге. 3 миллионды қайтармады әлі. Так, ладно. Жігіттер, қош келдіңдер. Рахмет. Неше күн болды демалып жатқандарыңа? Давайте бір шапалақ соғып қояйық. Рахмет. Ау? Екінші күн. О, бірінші күн қайда барыңдар? Бірінші күн неге Мегаға бардық. Просто жұмыс кетті. Ау? Негізі Мегаға бардық, сосын Площадь Республики бардық. Бүгін неге бардық ипподромға. Атпен жүрдік. Сендер, вот, сендер көрініп тұрса, сендер келдіңдер. Мен ипподром қай жерде екен де білмеймін. 6 жыл болды Алматыда жүргеніме. Кім ипподромға барып көріп шапалақ соқсыншы? Да, то есть, сендер вообще ештеңеден қалмайтын секілдісіңдер, төртеуің. Өте активный подружка екенсіңдер. Ипподром атқа бардыңдар, Семейде ат жоқтай как будто. Просто Бобровка деген көше бар, ат, сиыр былай алдыңнан өтеді. Иә. Тағы да не істедіңдер? Бүгін тек қана осы жерге келдіңдер ме или бірдеңе істедіңдер ме тағы? Болды, иә, ертеңші? Ертең неге шығамыз, Көлсай, Чарынский. Блин. Екеуің вообще өте әдемі, бір күшті өмір сүріп жатсыңдар. Бір жандарыңа қыз болса, жаңағы қыздарыңмен жүрсеңдер, вообще күшті болар еді деймін. Или қыздарың бар ма? То есть, или екеуің ғана келдіңдер ме? Алматыға именно екеуміз келдік. Сен қалай шешім қабылдыңдар бұлай? Жүр, екеуміз Алматыға ипподромға барайық деп. Екеуміз Көлсайға барамыз, ойлашы. Көлсайда сен борщ жасайсың деген. Қандай шешімге келдіңдер олайнан? Қай жерде отырып ақылдастыңдар? Или бір-біріңе түнде спиш? Может, Алматыға ипподромға деп. Қай кезде? Просто план болды, мына жерге туысқандар тұрады, туысқандарға кіріп шығу. Екеуің ағайындысыңдар ма? А, екеуің туыссыңдар ма? А неге сен ақсың, а сен қаралау? Нағашылар. Хотя мен осуждать ете алмаймын, потому что мен өзім інім, туған інім қап-қара тоже. Қап-қара деген, брат, қап-қара сен сенімен салыстырып тұрған жоқпын. Кешірші, брат, кешірші, сен өмір бойы осы нәрсе артынан келе жатыр ма? Бүйттің ғой. Өмір бойы осындай нәрсе кетір ма? Не болды? Айтып берші бір. Өмірің мен үзінді. Білмеймін, ондай әзілдер айтыла береді. Бірақ сен уже үйрен қалдың оған. Ренжімейсің. Сен іштей самодостаточный адамсың. Иә?
То есть сен бет алды нәрселерге ренжіп сахнаға шығып ұрып жүру деген сенде ондай жоқ, иә? Все, рахмет, қошеметтеріңізді соғып қойыңыздар. Так, рахмет. Давайте сіздермен танысайық. Өздерің андай болды бір жақсы отырсыңдар. Есімдеріңіз? Фарида. Айнагүл. Диана. Жания. Жанерке. Мен уже ұмыт қалдым, хотя... Так, ладно, сіздер бірге келдіңіздер, төртеулеріңіз бір-біріңізге кім боласыздар? Подруга? Подруга. Медиксіңдер ма? Бәсе, көрініп тұр, екеуі қатты шетін секілдісіңдер. Үшеуі ше ма? А сен оларға уағыз айтасың. Неме істейді? Артың жинайды? Қалай ішесің сен? Так, ладно. В целом стереотип бар, что медиктар жестко бухать етеді деген. Это правда. Неге олай айғыладың? Қайда? Сен де медиксің ба? Неге олай? Кім медиктар болды? Кім түсіндіріп береді? Кешір, сенің есімің кім? Айша. Айша, все, Айша, міне мынарда F4. F4 пен Айша. Ойбай, тағы да бір бухать ететін адам табылды. Сен де медиксің ба? Есімің кім? Айша, Анель, F4. Все, міне. Треугольникпен осыны анықтайық. Неге медиктар ішеді? Жестко. Спирт доступен дейді. Спирт доступен, ол да бар ма? Вряд ли сендер прям спирт ішесіңдер. Чтобы быть трезвой. Чтобы быть что? Трезвой быть. Бір операция посмотрите сами. Бір операцияға кіріп шығыңыз, посмотрите сами. Мен кірген бір операцияға. Просто ол кезде мен ұйықтап аттым. Ассистент, или бір бомжды көріңіз, который аяғында не шығып Жо, айт, до конца айт. Сен ішіңде бір неме бар екен андай. Бірақ сен де кіріп жүрсің ғой. Иә, кіріп жүрсің. Иә? Но сен ішпейсің. Неге? Вот, көрдің ба? Сендер ішпейсің ба сен? Все. Жоқ, мен қалжыңдап отырмын, еші. Вот, Айша, вот, твое мнение. Мына жерде F4 естедім мен. Ну, попробуйте после работы с людьми не выпить. Бля, это вообще не аргумент. Но ішетін адамдарға аргумент керек емес. Едіге, вот, сен ішесің ба? Бля, қалай ішпейсің? 3 миллион кредитің бар ма? Саған күнде мас болып жату керек қой бір жерде. Бля, төлемеймін. Так, ладно. Сіздерге көп рахмет. Сіздер өмір үшін күресіп, андай операцияға кіресіздер, иә? Рахмет. Қандай направленияларда врачсыздар? Врач емес медсестра. Иә, медсестрасыздар. Тем более сіздердің жұмыстарыңыз қиын ғой. Приемный покой. Покой жоқ шығар сіздерге. Иә. То есть ол жерде қандай қызметтер атқарасыздар? Пациент с кенной больницей, например, здесь это обычно нейрохирургические пациенты, бомжи. Нейрохирургический мен бомжи еке бір-біріне последовательно айтылмайтын сөздер. То есть нейрохирургический деген ол нені емдейді? То есть травма головы. Травма головы. И сол бомждар көп түседі. Сіздер оны оларды жуындырып, реттеп. Все, жақсы. Рахмет сіздерге. Жұмыстарыңыз өте оңай емес. Конечно, жұмыстан кейін ішу оправданно, иә? И еще как раз ішуге дайын бомж бар деген секілді. Ал кел, Серега. Неге Серега екен білмеймін, давай бір. Қазақ аттау болайық. Ал, Мұрат. Кел. Бірге ішейік. Сен денсаулығың үшін, Мұрат. Сен атың кім болады? Менің атым Айша. Так, ладно, рахмет сіздерге тағы да. Жоқ, керек емес сен. Тағы да бізде отырғандардан сендер жүрсіңдер ғой, қыз бен жігіт болып, или просто доссыңдар ма? Доссыңдар ма, или жүрсіңдер ма? Басқа сұрақ қойшы. Аяғыңның размері қанша?
Қандай сұрақ керек саған? Сөйлесіп жүрсіңдер пока. Иә. Ассалаумағалейкум, есімдерің кім болады? Қалайсыңдар? Наргиз, Лұқпан. Лұқпан? Лұқпан. Лұқпан. Иә. Лұқпан. Вообще күшті ат. Давайте Лұқпан. Лұқпан, Наргиз, сендер бір-біріңмен қайда таныстыңдар? Он сын моей начальницы. Ну, ты... Это так мило. Сын начальницы. Екеуің кәдімгі корейский дорама көріп жүр екенсің ғой. Ертең мамасы келеді. Она недостойна нашей семьи. Но я люблю ее. Где ты работаешь? Қайда жұмыс істейсің? Неге? Ау? Жоқ, ол жерін кесіп алып тастаймыз. Айтпайсың. Ау? Госслужбада жұмыс. Госслужба? Кім госслужбада? Да? Сен мамаң госслужбада бастық. Иә. Сен вряд ли бір қатты тайна бар сенде. Да? Все, ладно, все, брат. Все, брат. Мен семейский екі братаным бар, маған похуй. Маған бірдеңе істейін депсің ба? Мамаң келгенше екеуі ұра тұрады да семейге қашады. Как раз уже ипподромда аттар дайын тұр. Пойыздың ішіне кіресің, жоқ, самолетқа кіресің, жоқ, екеуі көк далада айдалада атпен періп баратады семейге. Так, ладно. Лұқпан, сен қай жылғысың? Не болды мынау? 2007? Неге ондай реакция каждый раз? Бұлар да өседі ғой енді. Все, жақсы, рахмет сендерге. Давайте шапалақ соғып қояйық. Госработаға өзі чуть-чуть қатысы барлар былай отырады. Конечно, Қазақстан жұмыстарын шешіп отыр ғой бұлар. Біз осылай ойнап күліп жүру үшін бұлардың үйдегілері жұмыс істеп жатыр. Так, саламатсыздар ма? Балкондағылар қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Бәрі жақсы ма сіздерде? Неге балконнан орын алдыңдар? Көбің қандай? Артта орын? Да? Ну, лучше осылай дедіңдер ма? Все, кір жайып, демалып. Бонусым. Балкон қарай шығып, темекі тартып. Шуламандар ей деген секілді. Так, ладно, рахмет. Араларыңызда жаңалықпен бөлісетін, может, бағанағы темамызға оралып, мен өміріме ризамын, потому что мен өмірімде осындай жағдай болды дейтіндей біреу бөлісуге дайын ба? Жоқ па ондай? Да? Қалыңыз қалай? Алматыға көшіп келдім бір ай бұрын. Ау? Алматыға көшіп келдім. Все, қай жақтан көшіп келдің? Ау? Шымкенттен көшіп келдің ба? Неге Шымкенттен көшіп келдің, брат? Зона комфортадан шаршап. Зона комфортада жүрдің ба Шымкентте? Зона комфортадан шаршап Алматыға келдің. Қазір қандай комфортта жүрсің? Нормально? Кірдің ба зона комфортаға Алматыда? Кірген жоқсың ба? Жұмыс іздеп жүрсің ба? Істеп жатырмын уже. Қандай жұмыс істеп жатсың? Официант. Официант болып істеп жүрсің ба? Ойбу. Ойбу дейтіндей емес. Жоқ, ойбу дейтіндей емес болғанда Шымкенттегі болып істедің. Шымкентте куратор болып істеген. Бәле ойбу деп істейтіндей бар. Куратор, ненің кураторы? 11-ші класстарға. 11-ші класстарға? Лучше официант болған, лучше, я считаю. Борщ тауып аласың да, Семский бір жігіт дайындап берген борщ аласың да бойынан. Так, жақсы, қай жерде істеп жатсың, брат? Грузинский ресторанда. Грузинский ресторанда. Мына жақта келіп, кураторский жұмыс істеуге даже желание болған жоқ. Жоқ. Да, неге? Шаршап кеттің ба? Ақшасыз. Ақшасыз. Официант болып істеп жүргенде ақшасы нормально, Негізі болашақта өзің армандаған қандай бір тірлік істегің келеді? Комик болғым келеді. Комик болғың келе ма? Қандай өнерлерің бар комик болатын? КВН ойнағасың? Әзіл айта аласың ба? Әрине. Жазған әзілдерің бар ма бірдеңе? Бүгін дневной неде шықтым. Открытый. Да. Қазір шығуға желаниең бар ма? Бар. Менің қара, брат, ютубта 50 мың адамдай плюс-минус көреді. Егер сен шықсан, может 100 мың болып кетеміз. Егер желаниең болса, кеттік сахнаға, кел. Давайте қошеметтеріңізді соғып қойсаңыздар. Если что, мен мына жігіт дайында қойған жігітім емес, мен танымаймын вообще. Қазір шықсын, әзілін айтады,
біз бірге күліп поддержка беріп, иә? Тем более КВН ойнаған, значит, не с улицы пацан. Все. Давайте қаттар қошеметтерін сағда соқ қойыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қалайсың, жағдайың қалай, амансың ба? Есімің? Асылхан. Асылхан, қанша болды? Қанша жыл КВН ойнадың? КВН 3 жыл. Шымкентте стендап ұйымдастырғансың ба? Пожалуйста. Брат, қара, сенде стендап материал бар ғой, қазір? Бір 3-4 минут оқуға дайынсың ба? Ал если материал потом ютубқа шықса, брадан, мынау менің алтын материалым еді сақтап жүрген, онда емес қой, ертең. Все, онда сіздердің қошеметтеріңізбен, пожалуйста. Бірдеңе ұстап тұру керек та. Барлықтарыңызға сәлем, рахмет. Мен есім Асылхан, жаңа анаяқтан сөйлеп атқанда бір примерно дауысы әдемі жігіт деп ойлаған шығарсыңдар. Түрме қарасаңдар, официант екенін көрініп тұр. Сөйлеп атқанда бит прикол ұстап, не надо қол көтеріп. Түсіп кетіп қалуы мүмкін да. Мен көзіме тіке қарасыңдар, байқайсыңдар да андай, екеуі короче екі жақ қарап тұрады. Мен 0,5-пен қарап жүрем өмірге ше. Нашақтарды да көре берем ғой мен. Анау. Просто мен туылған кезде, мама балам деген кезде акушер екеуіне бірдей қарап, қап кеткен да менкі. Мен қатты зардап шегем, анау, бала кезде ойнаймыз ғой, хоппа деп. Мен сәл басын бұрсам, бетін көріп қоя берем да адамды. Мен андай кепкі киген кезде күн бір көзіме түсіп кете береді. Сол үшін тек қана шляпа киіп жүрген адаммын. Ой, рахмет. Рахмет. Мен жаңа айттым ғой, официантпын деп. Мен көп гостьтардан долбоёбский сұрақ естимін. Менюді апарып берем да, саламатсыз ба, что желаете, көріңіз деп, суреттің барлығын көріп алады да, брат, жейтін не бар дейді. Қотағым же деп айтқым келеді, но айтамайым да, андай, эгоң жібермейді ше. Андай. Рахмет. Сендерге сұрақ қойғым келеді, не үшін осы қазақ кальянщиктер признавать етпейсіңдер? Бір Елдос деген біреу кеп сендерден заказ алып атса, брат, көрші өзің деп. Ал егер сендерге орыс татуировкасымен біреу келсе, бля, мынау кальянды пиздес дейді деп. Не үшін сондай? Не үшін осы қыздарда тек тамаққа келген кезде пастадан асамайды сендердің фантазияларын? Басқа тамақтарда бар ғой жейтін. Неге хрустящий баклажан салат жей бересіңдер? Неге руккола жеп көрмейсіңдер сендер? Сосын официанттарға әрдайым чай қалдырып жүріңіздер. Менде барлығы осы, рахмет. Брат, кетпей тұра тұр. Мен жұмысым жақсы көрем ше андай. Просто отырып, все, рахмет саған. Сен бүкіл концерттерге келіп отыр осылай. Сен выступать етіп жүрсің ғой. Все, сен, брат, ана жерде отыр, концерт біткеннен кейін бір чатқа қосылайық. Бізбен бірге сахнаға шығасың потом. Хорошо? Все, рахмет. Все. Қошеметтерін сұрақ қойыңыздар. Көрдің бе? Неше адам выступать етіп жүр сендердің алдарында. Күрес туралы шутка қалай, кесіртке секілді. Камера 360. Тамаша. Рахмет. Пожалуйста. Чаевые берейін, если не қылсаң. Әзілдерің құрқол кетпесін. Так, все, жақсы, рахмет. Балконнан болды ма, ешкім айтпай ма әңгіме? Астың төменгі жақтан? Мен? О, да, конечно. Сіздер Шымкенттенсіз бе? Бірге келдіңіз бе? Сіздер бартаңыз бір туысасыздар ма? Все, дұрыс, конечно. Мен сотрудник РУВД-мен танысқан жайлы. Сотрудник РУВД-мен танысқан жайлы. Онда 1 секунд, пожалуйста. Антон, сверху у нас звук не пишется же, да? Что мы будем делать? Спускать человека вниз? Ау?
Микрофон бар ма у нас? Да, можно микрофон, пожалуйста, тогда. монитор бар. Ол микрофон төмен қарап тұр. Ана, Алиби, да, бере салшы, пожалуйста. РУВД-мен танысқан историясын айтып берсін, қызық болып тұр қатты. Осындай енді. Иә? Есіміңіз кім болады сіздің, саламатсыз ба? Айнагүл. Айнагүл, все, Айнагүл. Айнагүл, сен случайно өткенде болған жоқсың ба? Болдым. Бәлі әңгімені қатырады. Айнагүл, делай. Мен заңгермін. Алдында по работе бастығым бар. Бастығым не гражданин, короче, Қазақстан азаматы емес, шетел азаматы. Не гражданин дегеннен қазақшаға күшті ауыстырдым. Сомен ол кісінің баласы бар, 3 жастан Канадаға кеткен, Қазақстанда туылғанда 3 жасында Канадаға кеткен. Сомен 21 жасқа толды и Қазақстанға келді, универін бітіріп. Сомен оған мен бірге барып ин алдық, жаңағыдай миграцияға уведомление подавать еттік. Неге сен онымен бірге жүрсің? Мен заңгер болғаннан кейін бастығым попросить еткеннен кейін жасадым. Сомен сөйтіп ол OCA карт деген документ бар, Индияның азаматтарының өзінің удостоверениесі. Сол ондай документін жоғалтып алған. Сомен бізге факт фиксация жасау керек болды да, жоғалғанын дәлелдеуіміз керек, и сол кезде бізге оған новый удостоверение береді. Сол үшін біз РУВД-ға бардық. Сен в целом РУВД-ға барғанын деп бастай берсең де болады екен негізі, иә? Түсіндірейін деген ғой. Нормально, жоқ, вообще айтып жатқаным. Сөйтіп сомен Дэниел ағылшынша сөйлейді, мен қасында как переводчик жүрдім. Сен ағылшын жақсы білесің? Былай. Сөйлесе алам. Сөйтіп екеуміз РУВД-ға бардық. Сол күні мен почему-то атласовый юбка, майка кием ғой. Сөйтіп енді андай не болды да, сотрудник... Тоқтай тұр, атласы юбка үстінде не болды? Майка болды. Ау? Майка. Майка? И потом жаңағы қыздар түсінеді, жаңағыдай сотрудник РУВД-лар прям андай біртүрлі көзбен қарады да. Конечно, айналасында аңғы еркектер жүр. Сөйтіп біз посттан кіретін кезде, РУВД-ның зданиясына кіруіміз керек. Кіретін кезде посттан Дэниелдің номерін сұрады, сосын мен де номерін сұрап жатыр. Мен айтам, мен номерім керек емес, мен қасында переводчикпін ғой, менікі керек емес деймін. Сөйтем, жоқ, сіздікі керек дейді. Сосын мен айтам, не стала противиться и хорошо деп бере салдым номерімді. Тұр. Противиться кішкене тоқталайық осы жерде. Сен қазақшадан ағылшыншаға аударасың, иә? Иә. Аударғандағы да қалай аударасың сен? Противиться қылып аударасың ба или нормально аударасың ба? Вот hello. Привет. Жоқ, перевод деймін. Сәлем. Жоқ, перевод. Hello. Сенімен диалог. Hi. How are you? Fine. And you? What about you? What? Сіз ше деген ғой. Could you repeat, please? What about you? What about you? I'm nice. Excellent. All see you. Yes, fine. To be continued, you. Yes. Yes, okay, now. Сомен жаннан айта берсе бола ма? Yes. Ұмыт қалам қазір просто. Сөйтіп, жаңағыдай Дэниел екеуміз, сөйтіп номерімді алды ол кісі, сомен документтерімізді бітіріп, жұмысқа кеттік ары қарай. Сөйтіп, ол кісі маған жұмыста кезде... Қатты подробно айтады енді, шыдай тұрайықшы. Мен процесте отқан кезде жаңағы жігіт жазады. Сәлеметсіз бе, сіз ұнап қалдыңыз маған, сізбен таныстан бола ма деп. Бұған дейін мен вообще жігіт маған олай үйтіп жазбағанда танысайық деп. Өмірінде болмады ондай. Бірінші рет. Сразу ондай, деп қалдың ба? Иә, сондай болды да. Сосын кейінде жауап берем дедім да, жауап берген жоқпын. Сосын бір күннен кейін жауап бердім бірақ. Сосын айттым, хорошо танысақ танысып көрейік деп. Мына история қайда барады дальше қазір? Қазір ең қызық или просто выебываться етіп отырсың ба сен? Жоқ. Қазір айтып берем. Сосын кездесетін боламыз. Бірінші кездесуде Казгудың қасында речка бар Есентай. Сомен жүріп қайтайық деймін. Не хотела, чтобы он потратился. Сөйтіп... Неге танымайтын еркекті уайымдап жүрсің сен? Білмеймін ғой енді, бірінші рет солай танысып жатырмын ғой.
сөйтіп екеуміз сөйлестік. Ол жігіт айтады, мен Тараздың жігітімін, 2 сестрам бар, үйде жалғыз баламын деді. Сосын мама папасының фазендасы бар екен Таразда. Сөйтіп ол айтты, жаңағыдай участковый болып жасайды 24 сағат, 2 күн демалады екен. Сол 2 күн демалысында Куликовскийда торт жасайды екен. Тоқтай тұр. Мен әлі күнге направление табылмай жатырмын. Мынау соңғы жағына қарай жақындайсың ба? Неге ондай подробностьтар мынау или керек па қазір? Керек. Тез айтуға тырысамын. Жақсы. Куликовскийда торт жасайды екен, және театрда массовка болып жұмыс жасайды екен. Сонымен, молодец деймін ғой. Сосын ол жігіт тағы айтты, мен сол трудолюбивымын, ақша тапқан жақсы көрем, әке-шешемді Меккеге, Вьетнамға, жаңағы Таиландқа жібердім дейді. Сосын молодец деймін, мақтанып жатыр ғой. Деп келесі бетті бүйтіп алаш. Әлі мынандай бар. Сөйтіп енді молодец. Жанел. Қайда қарау? Неге полға қарап отырасың сен? Көзің ауыр ма, неге? Маған қарап отыр деп айттым ғой. Айнагүл. Сосын молодец жігіт екен деймін да. Сөйтіп ол менен сұрайды, сен жігітің болды ма дейді. Мен айтам жоқ деймін. Ол айтады, мен одан сұраймын, сенің қызың болды ма деп. Сосын ол айтады, қызым болды, 7 жыл бірге жүрдік дейді. 7 жыл бірге жүрдік. Неге айырылысып кеттіңдер десем, ол қызға жаңағы менің кухняда тамақ істеген ұнамады дейді. Еще мен ол қыз алып қашып кеткен кезде артынан қуғыншы болып. Онда айт, ұнамаса борыш дейтін жігіт берейік те. Сөйтіп, неге ол негізі жігіт адам тамақ істеген күшті ғой деймін да. Мен сондайды армандағам деймін. Ана жігіт, тайт етіп еріп кетті. Сөйтіп, ол эгосы көтеріліп, мәз болып жүр ғой. Мен в целом оны тыңдадым. Үйге келдік. Үйге дейін шығарып салды. Азында жұмысқа барамын, кеш болып кеткен ғой. Сөйтіп, үйдің алдына келеміз. Ол жігіт әлі семен жүр ма? Еркет дедің ғой жаңа. Аяз атама деп ойлағым ғой. Мақтағанға дегенім ғой. Сөйтіп, үйдің алдына келеміз да, өзімен көтеріп алып айналдырады. Нау, екеуің да жынды екенсіңдер ғой сендер. Мынау еркеткен секілді. Ол алып ап. Сонда сен қалай? Сен просто отыра бердің да? Мен айттым, Абзал, жібер, жынсы ма дедім. Ту, Абзал. Еще под углом камера түсіп тұр да, айтамын да, болмайды деп. Оны шығарып салды. Тоқтай тұр. Сен дальше кетейін деп түсін бе? Сен айтсашы, қай моментте ол сен көтере кетті да байынан? Мен қазір үйге кірім керек дедім да, қоштаспақшы болды. Маған жақындаған кезде көтеріп алады деп ойлаған жоқпын ғой мен. Сен біраз нәрсе ойламаған секілсің, вообще. Мен де ойламаушы едім, көтеріп алады сені деп. Сондай түсініксіз момент болды. Сосын екінші встречамыз болды. То есть сені непонятный моментте көтеріп алды, айналдырды, и сен турасында екінші свиданияға барам дейсің, ол мен? Жоқ. Сонымен үйге қайтып кеттік, сосын бір аптадан кейін жолықтық екеуміз. Бос кезімде сөйтіп жолғайық дейді. Мен айтам, апта сайын Горельникке шығып жүрмін, менімен бірге жүр деймін. Жуынасың ба Горельникте? Жоқ, просто шығып қайтам. Просто шығып қайтасың ба? Иә. Денсаулық үшін? Иә, денсаулық үшін. Суға түспейсің? Жоқ. Жаль. Сөйтіп... Судың ішіне просто көтеру жеңіл деген ма бұл? Я здесь могу поднимать тебя целый час. Сөйтіп, Горельникке, ол 11-де жолығатын боламыз. Ол 11:45-те келеді. Неғып кешіп келдің десем, Алматы марафон болады, жол жауып қой деді. Сосын, хорошо деді. Негізі ол менен сұраған, саған қандай қыздар жігіттер ұнайды? Сосын мен айтқам оған. Мені не зақы көтермейтін жігіттер ұнайды ма? Жауапкершілігі мол, жақсы жігіттер ұнайды деген ғой, андай. Жауапкершілігі мол, айтқан сөзінде тұратын, сөзімен ісі сай келетін жігіттер деген ғой. Сөйтіп, біз автобуспен, пересадкамен Медеуге бардық. Сөйтіп, ол автобусқа төлеген жоқ. Бәрі сен өміріңнен қай моментіне келдік өзі? Сен просто бір жігітпен полный жүріп бергенді айтып берейін депсің бе бізге? Жоқ, қазір. Қанша уақыт кездестің омен? Қазір айтып берем. Күте тұрыз кішкене.
кішкене қалды. Сен 5 минут бұрын айтқансың, қазір міне болды, міне. Кішкене қалды енді қызық моментіне дейін күтсеңші. Давай, аха. Сөйтіп автобусқа төлеген жоқ. Сөйтіп лестницамен көтеріліп, негізі цель біз Горельниктегі Апокатиядан плов жеу керек болғанбыз екеуміз. Сөйтіп мен оған алдын ала айтқам. Сөйтіп Горельникке қарай шықтық, Апокатияға келдік. Сөйтіп отырдық, менюді қарап жатырық қой. Сөйтіп менюді қарап болды да, и маған қарайды да, Каспиңді айтшы дейді. Сосын мен айтам, неге деймін ғой, просто айтшы дейді. Хорошо деп номерімді айтам, и маған 2000 теңгесі кейді ғой. 2000 теңге? Иә. Сөйтіп неге жіберіп тұрсың деймін ғой. Сөйтсем менде бары осы дейді. Потом қалаған көтеріп жауап беремін деді ма? Сосын мен енді настроением түсіп кетті да, үндеген жоқпын енді. Сөйтіп 2 плов, 2 шай алдым. Сөйтіп ол жаңағыдай жаңбыр жауып тұрған ғой, ал пловты әкелу үшін сыртқа шығу керек. Сөйтіп ол мен барып алып келем деді да, хорошо деп күтіп отырмын. Ол барады да жаңағыдай маечка бар ғой, одноразовый пакет. Сондайға нандарды толтырып турап сап қояды ғой. А ол барады да... Тоқтай тұр. Осы жерден бітірейік. Қазір кішкене қалып. Келесі выпускта айтасың адамға. Жоқ, бітті история. Бітіп тұр ғой. Пловтан кейін бітіп тұр ма уже қазір? Иә. Сөйтіп, короче, ол жаңағы нанды әкеледі да, мен нанның бәрін жеймін дейді. Сосын мен айтам, сен қуасың ба деймін. Ол бәріне арналған ғой, саған ғана емес, тем более сен оған ақша да төлеген жоқсың деймін. Сөйтті ол 5-6-ауын жейді да, и потом 5-6-ауын жейді да, кейін мен ұрыс берем оған, қайта апарып таса деп. Сөйтіп... Жанел, сен өзіңе бір подружка тауып алсайшы, негізі. Саған әңгімелесу керек секілді кішкене. Жанел емеспін ғой. Ау? Ой. Жанел, ты у меня уже тут вообще. Қарап отырсың ғой маған, е? Мәсе миын тез жердің. Сол екен ғой көзің бүйтіп. Так, ладно, Айнагүл. Соңы не? Просто давай, екі-ақ сөйлем, соңын. Соңы разочарование реальность болды, соңын айтайын деген. Просто ана жігітке... Ұзақ отыр кино таңдайсың да. Қосасында хуйня болып шығады ғой андай. Берлет, 2 сағат бұл осыныз дедім ба дейсің ғой. Айнагүл, саған рахмет, өте керемет историяңа. Кел, сахнаға шық. Қошеметтерін соғып қойыңыздар, Русеке. Ренжімесеңіздер, мына микрофонды Русланға бере салсаңыздар. Қошеметтерін сағдар соғып қойыңыздар, Русеке. Бұған да внимание керек. Қазындай. Микрофонды, пожалуйста, алып Русеке, кел ортаға. Кішкене бізде бір 10-15 минутымыз қалды. Бірге сахнада өткізейік сол уақытымызды. Екеміздің әйеліміз қарсы болмаса, бірге болайық. Қарсы емес қой біздің әйелдер, шүкір ғой. Қошеметтерін сағдар соғып қойсаңыздар. Рахмет, ризамын. Міне, пожалуйста, Айнагүлдің историясын естідің ба? Бұл РУВД-да бір жігітпен жүрді. Апокатияға барған, 11:00-ге шақырған, 11:45-те келген. Өзі келген ба, жігіті келген ба? Жігіті келген ба? Жігіт 11:45 минутқа кешігіп келген. Соны айтқанмын бұл. Әй, сен қандай жігіттер ұнайды саған деген. Айнагүл айтқан, маған жауапкершілігі бар жігіттер ұнайды. Әй, хуйня бәрі жүр, плов жейік деген. Бар плов жеп отқан кезде 2000 теңге берген. Айтқан менде бар осы деген. Сөйтіп разочарование болған. Айнагүл, это ты, да? Бұлай, ішіңде болып отқан заттарды ше, мир отражает. Особенно, если сен қыз болып сондай жігітті кездестірсең, вот жігіт сенің ішіңдегі болып жатқан заттарды отражает. Сен де, значит, жмотсың. Қабылда, соны қабылдаған кезде жігіттерді дұрыс салады. Ты такая... Айнагүл, сен тек қана бір жігіт салайынан соған внимание бөлді, саған, оған дейін ондай болған жоқ, таныспадың. Ешкім саған гүл сыйлаған жоқ. Давай, онда мен саған мына гүлді берейін. Айнагүл. Давай. Молодец, Тико, не деген адамсың. Қалай отыр, Тико, концерт нормально отыр ма? Если че, үші күні менің осындай концерттім болады.
бірақ менікі полная хуйня болады, ол точно. Так. Так, все, Айнагүлге бердім. Айнагүл гүлді беріп жатсам, айнан кел көтеріп айналдырып жіберейін деп. Рахмет айналайын. Осы алда риза бол дедім. Так, все, жақсы. Қолыңызды көтеріп отырсыз ба сіз? Ау. История сама. Вау. Бұнда қысқа дұрыстайды. Өте әдемі. Есіміңіз кім? Анеля. Анеля. Да. Врач. Да. Бухарик. Да, последнее время, да. Последнее время, да? Давай историю. Неге ондай? Последнее время бухаешь? Надо бұл история Грузияда болған. Грузияда? Иә. Еба. Бізді От души бухать можно там айтпашты. черный списке түсіп қалғанбыз. Ау? Клубта черный списке түсіп қалғанбыз. Клубта? Ой, Грузияда. Айтса енді. Короче, семинар, и әртүрлі 15 шақты елден 50 участник, сонымен 4 адам болып, бір қырғыз бала, бір қырғыз қыз, мен, Словенияның бір қызы, өтеуміз клуб іздейміз. Бірақ Грузияда барлығы наркоманский, техно, сондай жерлерде, андай біз қазақтардағыдай андай Сәң анда Ақмаржан дейді. Өзіміздің клуб жоқ та, короче. андай прям техно-музыка, прям шелетін, бірақ сондай жерлер. Нихуя. Шелектін дейді. Сөйтіп бүткіл шарлаймыз, 4-5 клубты қараймыз, бәрі онша емес. Осыны бәлемі 2 сағат өтеді, осыны ақырында нормальный клуб табамыз, өтеміз. И нормальная музыка, американская, ағылшынша музыка жүріп жатады. Потом Грузияның жас жігіттері бізбен танысады, бізге напиток алып келеді, мен оларды... Олар көтеріп айналдырмайды. Оларды лақтырып жүреміз, кореянцамыз, не понимаем по-английски, по-английски деп отырып, сігіп жүремін мен. Потом мен оған номер беремін да, давай ертең сөйлесек деп, лақтырып жүремін, короче. Сігіз жібересің үшін. Ұнайды осындай әңгімелер. Сосын болды ма сонымен? Қыздар өзіміз, ана жігіт отырды, біздің досымыз, қырғыз жігіт өзіміз отырып барда. Мені ешкім сізге жібермей екен бүгін деп па? Видео болды, образ гей. Гей? Потом үшеуміз берейміз, өзімен өзі, мен уже баспын кәдімгідей. Сосын бір 40-тама, 50-дегі өпілкен грузин ер адамы бізге жабыса береді, и мен қасында қыздар оны итереді. В общем, сен әңгімеген түсім бойынша сексуалды екенсің, в общем. Бүкіл Грузия саған қарап жүр, иә, в общем. Олай емес, мен қасында қыздар да әдемі көрсін. Мына қызды көтеріп айналдырғым келіп тұр да. Ана сол Грузия, маспын да, енді сол Грузия мана 40-тағы сол ер адам, и маған қолым көші приватный жерге тигізеді да. Приватный жерге деп өйтіп. Жаңа сығып жерді деп әңгіме айтып отырмын да енді. Приватный жерге деп. Емшек болса емшек деп айт. Омырау. Мына еркектерде омырау емес па? Қыздарда не? Омырау. Ладно, айта бер. Қазір жақсы емес сізге қарап. Бәлі, мен бұқат етпеймін. Мен барам да, мен, короче, адаймын да, как-то мен Адай. Сразу бүйттім ба? Қолым қайып. Екі бұлғынан теуіп, менің қасына қыздар ұстап алады. Интимный жеріне теттің ба? Бір-біріңе интимный жерлерін ұстапсыңдар ғой. Ана Грузиядан бізге жас жігіттері келеді, олар төбелесіп, и драка басталады. Кіммен төбелеседі олар? Ана жігіт. Ана қырықтар. Грузиндер бір-бірімен төбелесіп жатыр. О? И ауыз охрана барады да, барлығымызды шығарып жүреді. Аха. Дұрыс қой енді. Содан кейін мен жылаймын, типа, қайдан шықтық, ерден ұшымыз, бүкіл туысамыз өтіп қалып, сосын отельге келеміз, сосын ана қырғыз жігіт бар емес пе? И осы группаға, WhatsApp группа, и сонда 50 участник семинарда. Сонда бізде Словения қыз болды, бізде аты Марияма болды. А біздің группада 2 Марияма бар. Біреуі Черногориядан, біреуі Словениядан. Қысқада нұсқа тоже. Қысқада нұсқа деп едің ғой, наебала нас всех. Обманула. Уже маңыз блогер. Ана қырғыз жігіт, біздің Марьямаға емес, ана Черногория Марьямасына жаз жүреді, кешіріңдер, естеледі, қырғай алмадым, таңғы 4-тен 3-тен жаз жүреді. Осының келесі күні бізде семинар болды, еще гала ужин болды, и барлығы әлі төртеуі бірдеңе білдіріп деп біздің әңгіме болып тарап кетеді. Осы бізге сұрайды, не болды? Мынау ғой міне жұмыртқадан тебетін қыз деп сені көрсетті ғой. Мына қыз ғой деп. Не болды дейді. А я запретила всем, типа, говорить об этом вообще. Все, болды. Иә? Все, рахмет саған. Бұдан шығатын вывод жасадың ба? Бір вывод бар ма сенде? Бұдан? Бұл историядан? Ешкім төбелеспеймін. Ешкіммен төбелеспеймін?
тусоваться еткің келсе ешкімнің жұмыртқасынан теппе деген, иә? Наоборот, он же заслужил. Конечно, заслужил. Ты вообще правильно сделала. Давайте похлопаем. Конечно, твое тело, твое дело. А? Да. Айтуға болады бұл жерде? Твое тело, твое дело. Все, рахмет сізге көп. Я... Не, пожалуйста. Сенде скоро концерт қой. Көрейін ба кішігірім. Пожалуйста. Саламатсыз, сіз андай бүйтіп қарап отырсыз, сүйсініп. Қалыңыз қалай? Есіміңіз кім болады? Зарина. Қай жақтан боласыз? Өскемен. Вау. Вау. Болып көрмеген бұл жақта. Хотя арамыз 2 сағаттық жер. Иә? Табиғаттарыңыз мощный да сіздердің. Иә, Зайсан жақ. Тоже болып көрмеген. Шақырасыз ба? Өзіңіз осында тұрасыз ба или сол жақта ма? Қазір кіммен келіп отырсыз? Қызыңыз ба? Мен сестренкің шығар десем. Мен стилім болсын, көтке кіру. Капец, как старшая сестра. Араларыңыз қанша жыл? Қанша жаста? 22-де? Мәссаған. Сіз қазір нешедесіз? Мәссаған. 17-десің ба сен? Сол үшін сен мамамен келіп отырсың ба? 18 жастағы подружка таба алмадың ба? Мәссаған, сіздер подружкасыздар ма? Шапалақтайық мұнда деген, білем. Бізде арзан психологта клейін андайлар ғой, мен мамаммен бейік мүшіп қалайын. Мамаммен қырлып қалайын. Сіз, получается, сіз мені танымайсыз мысалға. Мен сізді танымайын, бірақ қызырмыз. Вот. Жоқ, давай конкретно түріміз салыстырайық, мен жыртып аламын. Мінез приколдармен ба? Да? Мен онда сізді жақсы көрем. Просто мен андай ойладым да, сіз егер мен танымасаңыз, сіз қызыңыз үшін мені шыдап отырсыз, осы жерде бағанадан бері, типа, бәлі үйге барып қамыр илеу керек әлі, 17 жастағы подростковый бунт надоел. Мне не спайда болған, уже бірдеңе көреді. Так, ладно, рахмет сізге. Сіз оқисыз ба? Қайда оқисыз? Мектепте 11 оқисың ба сен? Бітіріп атсың ба қазір? Енді тапсырасың скоро. Енді 11-ге көштің ба? Вау. Реакцияны осындай ма? Жоқ, просто біз мектеп бітірген кезде 11-ге көшіп бартқан кезде қыздардың түрі басқа болды деп отқаным андай. Деп тұрады еді қыздар. Енді мынандай подружкасы бар адам. Иә? Күшті. Сіз немен айналысасыз? Не тірлік, не жұмыс? Мұғалімсіз ба? Қай сабақтан бересіз? Микропроцессор. Ол қандай кафедра? Кафедрасы қандай? Информатика, радиоинженерия. Вау, сіз өте білімді адам болып тұрсыз ғой. Қызыңыз қайда түскісі келеді мысалға, білесіз ба? Қайда? Архитектураға. Сіз менікіне түссейші, өзім бәрін реттеп берем деген ондай жоқ. Алғы ұлдар оқиды? Сондай болады олар. Атқа бірге барады. Ау? Атқа бірге барады. Олықпан бағана сөйлескің келмеп еді ғой нақы. Енді жауап беріп отырғанға жеш. Олықпан деген госработник баласы жаңағы. Кімнің баласы? Госработада істейді мамасы. Өте мықты адамдардың біреуі. Лишний раз жоғамаған тұрсыз. Хорошо. Не дедің? Бірге атқа барады дедің ба? Не дедің мана? Жоқ, короче, балдар кеше атқа бірге барды да, екі дос. Міне, екі жігіт бар істемейтін. Олардан қорқам мен. Ана братан охранниктар. Охранник емес, өзім браттарым ғой, жандәрім әш, беттерінен бір сүйіп олғанда. Тап-тәтіп отырғандарым қараш. Бірге шабайықшы атқа бұд. Мен сендерге ат болайын. Так, жақсы. Рахмет келгендеріңізге сізге. Қошемет соқ қойсаңыздар, вообще. Ау. Сіз өмірге ризасыз, не үшін риза екеніңіз историяңызды айтыңыз келеді, иә? История емес, бір-екі әңгіме, иә? Осы уақытқа дейін бәрі жақсы, жұмысым бәрі жақсы, семья құрдым.
5 5 балаңыз бар ма не? Сіз не только микропроцессорда хороший получается. Күйеуіңіз жаныңызда істей ма? 24 сағат? Ё-моё, не деген семья. Күшті, белая зависть. Бүгін кешке үйге барғасын деп түкітпейді да деген. Ой, рахмет. Біз қуаныштымыз. Егер сізге бәрі аман демалып отырсаңыз, біз қуаныштымыз. Рахмет сізге. Так, мына ортаңғы жақтарда кімдер? Бір әңгімелері бар. Қалайсыңдар? Ай, подожди, мынау Айнагүл подруж. Очень интересно. Иә, обязательно келесі жолы келсең айтып бересің. Обязательно тыңдаймын. Иә, мына төменгі жақтарда сізде бар ма бірдеңе? Иә, қалыңыз қалай, жағдайыңыз қалай? Танысып. Есіміңіз кім бұл? Асыл. Қандай просто. Есіңіз кім десе қолым бетті да. Асыл. Асыл деп кім қойды есіміңді? Татьяна қойды ма? Қандай мағына береді? Типа асыл тас деген секілді ма? Ерек. Кім? Асылзат. Неге онда затты айтпай қалдың? Никнейм? Тоқтар, картошкандай. Өзімнің сондай. Қылықтары картошка емес. Қылықтары картошка емес, брокколи болып тұр ғой ондай. Лақабатыңыз асыл. Все, асыл. Күшті, күшті. Асыл, қандай сен өмірге ризасың ғой? Жасым 31-де. И сен бірдеңе білдірем деп шештің. Хоббиға тауға шығу, горельник сол жақтарға шығасың ба? Горельниктен өтіп выше кетесің. То есть горельниктен өтіп бартқан кезде плов жеп отқан 2 адам отырады. Қарасам да біреу 2000 теңге созып отыр ғой. Прям қар жатқан жерге тауға шығасың. Группамен ба, өзің жалғыз ба? Гитсіз ба қазір? Әңгіме одай емес. Биыл өтсет олды да, әңгіме бұдай емес. Нақып айтты вообще онда? Әңгіме одай емес болса? Күшті ғып, мен де айтар едім, по идее. Энергия алып жүрсің. Қазір ма? Қазір сол состояниеде жүрсің ба, или оны да жеңдің ба бірдеңе? Қазір суға сүңгеймін деген секілді. Соны не айтқың келді енді, соны қазір қайда баратырмыз екенбіз әңгімеміз? Личный фронт не істеп жатыр. Қасында бүйтіп отыратын адам бар ма, бүйтіп? Тек қоятын адам жоқ. Жігіт мұш? Жігіт жоқ. Жоқ, тауға барған, тауға шығып уже таудан жалыққан. То есть ана картинка білесің ба, пингвин бүйтіп жалғыз тауға қарай кетіп баратады. Былай қарай қарасаң әсіл кетіп баратқан ғой, былай қарай. Таудан жалықтың, қазір өзіңнен тағы да басқа хоббиің керек, сонымен айналысқың келеді. Иә, мысалы кім интересный хоббиі бар, мына жерде бар ма бір адам? Мен садақ атам деген секілді біреудің басына алма қойып. Бар ма? Ондай дүниемен. Ухаживать ете ма жігіттер? Жігіттер просто күшті да андай бүйтіп күйеуге шығып бала туып боласың да, и ары қарай өмірің тяжко болып кетеді андай. Депрессияға құлап, уақыт жоқ, жылап жүрген кезде, ёп твою мать, тауға шықсам ғой, деп бір күн шықпай жатқан кезде бақытты болып.
Ау? Ойыңды оқып қой. Қазір сондай жігіт бар да, серьезно относиться етіп жүрген. Ойланып жүрді енді. Ойланбасыншы. Жоқ, бір жарым жылдан кейін тоже Типа жалғып кетем ба деп қорқасың ба? Айтып тұрмын ғой, бала туып тастайсың, болды, жалғықтың, жалықпадың, похуй, дальше уже жылап жүресің, все. Солай емес па? Балаларың осындай болғанға дейін сөйтіп жүресің. Балдарың осындай болғанға дейін ба? Еба, видишь? Күшті ғой, бірақ в этом же счастье ғой да? Ну да. Смысл жизни же в этом. Тау-пау деген. Жоқ, тауға шығамыз бізде. Сіз вообще активный екенсіз. Бәріне барып шығамыз. Да? Тауға барған кезде андай бір Мен еще марафонға қатысамын. 21 километр. марафонға қатысасыз ба? Вообще түсінбеймін сіздерді. Не жетпейді вообще, неге марафонға қатысасыздар? Ақша төлейсіздер де еще. Мен 20 километр жүгіріп қайтайын. Жоқ, ол балаларға. Балаларға үлгі. Жақсы, рахмет. В чем секрет? Мен мысалы семья құрғаныма 7 жыл болды. Секрет знаешь в чем? В чем? 24-те 7 ғой. Жоқ, в чем секрет? Секреттерің неде? 5 бала туып, выглядите отлично, жүгіріп жатсыңдар, не істеп жатсыңдар. Поддержкаң жақсы, күйеуіңіздің поддержкасы жақсы да? Иә, күн сайын таңертең көтеріп алып айналдырады екен. 24 сағат бірге жүріп, әлі бұнда нелсіңдер ма, андай? Түнде бүйтіп, ха-ха, істейсіңдер ма, бүйтіп? Қыз отыр ғой, ұялсайшы кішкене. Құлағын жабатыршы. Құлағын жабатыршы десем. Талай рет түнде өздері құлақтарын жапқан сияқты ғой бұлар. Сол үшін негізі Жатыңдар! Біз қайттан кетіп қалдық, аяқта депрессияға түсіп жатыр уже адамдар. Ой, ондай адамдар постоянно түседі, шығады, ол уже жизненный немесі ғой, нормально ғой. Бәрі жақсы ғой ең бастысы, иә? Иә. Риза емеспін деген әңгімеге келіп тұрмыз ғой, короче. Ризасың ба? Кешірдің концертіне бардың ба? Барған жоқсың ба? Ризамын дегенге жаңағы, типа. Ризамын мен деген секілді. Все, рахмет саған, асыл. Так, брат, сен неге концерт басталған албай телефонмен өтсін? Бәлі, ютубқа түсіріп жатырмыз ғой мұнаны. Сол жерден аласың ғой, нато пашу. Қызыма түсіріп жатырмын. Видео ақшасын жібер конкретно бірінші қызым. Бағанда мен телефон. Түрін көріндіріп мұнан қарамын. Менің сұрағым бар. Менде қызым бар, на расстоянии жүреміз. Ол Ақтөбеден Яңгірге бар. Дәл қазір тоқтай тұр. Сұрақ. Сен видеоға тұрасың или видеозвонокпен прямойда отырма ол қазір? Видео тұрады. Все. Сол, ол Ақтөбеден Яңгірге барады, мен ол жерден стендапқа барам. Мен расстояниеден сәл-пәл зайыпаланып шықтым да. Сіз летний тур бола ма батыста бір? Бірге барың деп едім, бізбен неге сұрап жатсың? Жоқ, бізбен бірге барып сол. Біз расстояниеде жүрміз, вообще. Сен қай жақтың жігітсің? Ақтөбедікісің. Алматыда қазір тұрасың ба? Оқып жатсың. Ол Ақтөбеде оқып жатыр. Қанша болды жүргендеріңе? 1 жыл 8 ай. Қат жақсы көресің ба? Қан Несін жақсы көресің? Характерін өзі. Характері бар ма? Характері. Қат жақсы көресің. Брат, саған не жоқ? Сен Мен де тұралса екеуі, бәлі екі подкаблучник жиналы. Екеуі видеомен Мен просто қат жақсы көрем. Қат жақсы көрем. Сіздер тоже жақсы көреді. Естіп бәрін түсіресің ертең хан анаты секілді видеоларың тарайды бәр жерде. Мен қарадым ғой. Бәріміз қарадық қой, мойындай. Зачем оны айтып жатырмын білмеймін. Жоқ. Сен, брат, түсірмеш сен едіге. Телефон ломбардқа тапсырса кредитін жапма. Жалады же келесі апта, полный. Да? Все, молодец. Кредитсіз жүріңдер. Қазақтың әрбірі жігіті мен қызы кредитсіз жүретін заманға жетейік. Кетіп қоймашы, бля. Ей! Екеуіздің басымызда. Жоқ. Қоя кредит тұр, вообще. Бит жоқ па сен? Жоқ, мен әдемі әкетіп жатырмын ғой, тұра тұрсайшы. Мен мойындалмаған популистпін, мен артын айтамын.
ей сен неме айтайық жаңағы жауап сұрақ қойып отыр ғой өміріне риза емеспін дейді потому что қызым расстояниеда жүрмін дейді қызыммен дейді 24-те 7 мысалы мына жерде кейбір адамдар ал мен болсам өз қолыма өзім жауап беруім керекпін дейді өз-өзімді аймалауым керекпін дейді бар ма? Зай балым шықты деп тұр ғой, ә? Прям боқтап айтқанына қарағанда солай секілді. Летний тур бола ма осылай не әңгімемен или арзақты. Бірақ жай ғана барып қыдырып қайтсай өзің ештеңесіз жай барып демалып қайтуға желаниең жоқ па? Қашан қайтасың Ақтөбеге? 7 июньда. 7 июнь. Жақын Бір жеті қалды ғой. Скоро кетесің, е? Қандай пландарың бар? Болашақта үйленемін деп отырсың ба? Қазір нешінші курстасың? Қазір 1-ші бітіріп жатырмын. Ёшки кот. Әлі шу бар ма? Зайы бала шығады әлі. Так, ладно, рахмет саған. В общем, біз сияқты шішпейміз ғой да, мен ойланып отырмын ғой. Сен шықтың сразу адамдар, мына екеуі біздің проблемамыз шешсін деймін. Бәле екеуміз бірге жүрмеу керекпіз андай. Ортамызға бір, білмеймін, Жанел тық қоямыз ба? Жерге қарап жүретін ет, біраз зерете болып. Жанел қалайсың? Бәрі жақсы ма? Нормально ма? Сен басың бос қой, е? Ер баламен жігітпен сөйлесуге желаниең бар ма? Бар ма? Қанша болды басың бос болып жүргенде? 1 жылдай болды ма? Неге 1 жылдай болды? Оған дейін отношения қанша уақыт болып еді? 1,5 жыл болды ма? Одан кейін 1 жыл ешкіммен жүрген жоқсың ба? Сөйлескен жоқсың ба ешкіммен? Неужели 1 жылда сен ешкім көтеріп айналдырмады? Өзің пловыңды өзің сатып алып жүрсің ба сен кәдімгідей? Деген қызы бар, иә? Дос қызы. Асылхан. Жігіттер, плов дайындауға қалай қарайсың? Да? Сөйлесесің ба? Жанел қалай сөйлесесің ба? Көреміз? Жоқ, брат, серьезно, әңгімелесуге желание бар ма? Қандай қыздар ұнайды саған? Әртүрлі деген. Идеально пары болатын сияқты ғой. Иә, қара, сендер екеуің. Екеуі біреуінің алдына отырады да, жігіт бүйтіп отырады бүйтіп. Анау. Плов жейсің ба? Болады. Жоқ, бұл жігіттер Сөйт берейін ба? Істе. Жоқ, иә, қазір аяқтаймын. Брат, қандай қыздар ұнайды саған? Әртүрлі дейді ғой. Жоқ, әртүрлі деген білет ондай жоқ қой жауап. Әртүрлі деген қалай ол? Допуск качать отсам бүйтіп тасаққа тебетін қыздар есіңше. Мощный. Бықсиды бірақ, жаман бықсиды. Небір нелерді грузинский тепкен андай. Хачапури жасаған. Ондай ұнамайды да, видишь, уже әртүрлі емес, кеттік, давай. 3 қасиет айтшы. Айтпақшы, натуре, е, сен Грузияда хачапури жасапсың ғой былай. Иә. Ау? Добрый. Добрый. Төбеде әртүрлі қарайтын бірақ бар еді ғой. Иә. Брат, отыра бер. Сен полный залды көріп отырсың ба қазір? Залды да бізді да көріп тұрсың ба? Басыңды бұрмай. Брат, добрый сосын сен ұзақ ойланып отырсың. Ойланған жоқсың, маған қандай қыздар ұнайды дегенге. Неге ойланған жоқсың? Қашан отбасы құру ойында бар? Неше жасқа келгенде отбасы құрғың келеді? 28. Сен қазір нешедесің? 25-сің. 3 жыл. Сен 1 жыл ойланасың, қандай қыз керек? 2 жыл жүресің, үйлену керек уже. Қандай қыз айт? Добрый сосын. Давай, тарс, айт. Добрый. Может, голосовой вопрос? А? Голосовой? Сен де тебу керек екен ғой былай. Досына тез, апай бәте 2 жігіт отыр. Өзімнің семейімнің ботақандарым. Брат, добрый, сосын айт. Мен сенің артынан қалмаймын, ойлан. Екеуің күшті көретін секілдісіздер, Жанел екеуің бір-біріңеші. Сен сұраққа жауап бермейсің, көзге қарамай Жанел. Айтып тұрмын ғой, идеальная пара деп. Идеальная Екеуі бүйтіп отырады. Как раз сен семейге келін болып түссең, семейде көретін ештеңе жоқ, өзі жерге қарап осылап отырасың.
так что екен сөйлесіп көрдіңдер бір-біріңмен. Бізде осымен болды. Барлықтарыңызға көп рахмет, құрметті достар. Сіздермен бірге болған Руслан та және де мен тілеген келесі кездескенше қош сау болыңыздар.